Елімізде жыл сайын ашық жүрекке орта есеппен 2000-ға жуық операция жасалады. Оның 75%-ы туа біткен жүрек ақауы бар 1 жасқа дейінгі балаларға жасалады. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметі осындай. Ал Астанадағы балалар кардиохирургиясы орталығы күніне шамамен 4 шақалаққа түрлі деңгейдегі операция жасайды екен. Толығырақ тілші тарқатады. Нұртас Барақов Түркістан облысы Қазығұрт ауданының тұрғыны. 4 жасар баласы жүрек ақауы диагнозымен туылған. Биыл баласының жүрегіне 3-ші рет операция жасатты. Қазір оның жағдайы қалыпты деп бағаланып отыр. Бұған дейін ашық түрде 2 операция болды. Осы ауруханада жасалды олда. Осы соңғы оталардың бірі деп сеніп отырмыз, Алла қаласа. Осыдан баламыз жақсы болып кетсе, осы дәрігерлерге бірінші Алла, одан кейін осы дәрігерлерге алғысымыз шексіз. Ал мына шақалақтың туылғанына небәрі 6 ай. Анасы кезек күтіп, квота арқылы жүрегіне алғашқы операция жасату үшін балалар кардиохирургиясы орталығына келген. Бізде порог сердца үлкен күрделі операция болайын деп жатыр. 1 сағаттың ішінде қазір. Екінші балам, біздің бала солнечный ребенок деп айтады, күн баласы. Ондай балалардың өздеріне жаңағы порог сердцасы болады. Сол біз осы клиниканы таңдадық. Мында өте жақсы дәрігерлер, бізді өте жақсы дайындады. Балалар кардиохирургиясы бөлімінің дәрігерлері биыл 1000-ға жуық баланың жүрегіне операция жасаған. Олардың арасында жаңа туған сәбиден бастап жасөспірімдерге дейін бар. Бірақ мамандар жүрек ақауымен туатындардың көбейгенін айтады. Ресми статистикаға сүйенсек, жыл сайын 5000 сәби туа бітті жүрек ақауы диагнозымен дүниеге келеді. Актуальным остается вопрос оказания помощи новорожденным на сегодняшний день. Елімізде жасөспірім баланың жүрегіне алғашқы операция 2004 жылы жасалды. Ал 2005 жылы алғаш рет жүрегінде ақауы бар жаңа туған нәрестеге операция жасалды. Бұл Қазақстан медицинасындағы балалар кардиохирургиясында жаңа кезеңді ашты. Негізі мұндай диагнозға түрлі себептер әсер етеді. Егер жүктілік кезінде анасы ауырса немесе қатты уайымға түссе, онда ол балаға беріледі. Балалар кардиохирургиясы орталығының дәрігерлері инвазивтілігі аз операциялар жасайды. Яғни ауру күрделі болмаса, онда жүректің орнына жамбастағы қан тамырлары арқылы ота жасалады. Бұл баланың тез қалпына келуіне мүмкіндік береді. Күніге негізінде біз 3-4 кейде 5 операцияға жасаймыз балаларға. Бізде аптасында 5 күн жұмыс күні бар, сол 5 күнінде осындай операциялар жасап тұрады. Аурухананың іргесінде 1000-ға жуық балаларға біз ота жасаймыз. Оның түрлі оталардың түрлері бар. Ашық кеуде жасалынатын, жабық кеуде жасалынатын. Тек жүрекке емес, қосып тағы да ақаулар болса, өкпе жағынан да, бүйрек, бауыр, басқа ағзалар жағынан да өзгерістер болса, оны комплексті түрде біз балаларды осы жерде ем жүргіземіз негізінде. Орталықтағы білікті дәрігерлерге квота арқылы қаралып тегін операция жасатуға болады. Ал өзге өңірлердегі шұғыл операцияны қажет ететін балалар үшін санитарлық авиация қарастырылған. Альмира Оразбай, Рухани Асқар, Асхат Қарақойшиев, 24 KZ.